Сәлем, менің атым Hi, Г. I'm the Кинтанар. partner at Мен PG сізге Quintana, тікелей сату саласын and I'm here to түсінуге help you understand және and сізбен share ақпаратпен information бөлісуге about the көмектесу direct үшін selling келдім. industry. Мен сондай-ақ I'll also talk about the Кнеттің бизнес Knet business мүмкіндіктері opportunity және and why we неліктен should біз be сіздің your тікелей direct сату selling компанияңыз company болуымыз керектігі of туралы choice. сөйлесетін боламын. After Бұл watching бейнені this video, көргеннен кейін you will learn сіз how to тікелей share сату valuable индустриясы information туралы about the құнды direct selling түсініктермен industry бөлісуді and және present the Кнеттің Knet бизнес business мүмкіндіктерін opportunity онлайн either немесе online бетпе-бет or бизнес in-person презентацияларында business әлеуетті presentations тұтынушыларыңызға to your ұсынуды prospects үйренесіз and және downlines. төменгі сызықтар. You will also Сіз be able to сондай-ақ download the direct selling Кнеттің and the тікелей сатылымы Knet мен business бизнес opportunity мүмкіндіктері туралы presentations презентацияларды that I will жүктей use аласыз. Мен throughout оны this video. осы бейнеде Let's start қолданамын. with the Негізгі basic сұрақтан question. бастайық. What Тікелей is direct сату selling? дегеніміз не? It Бұл is one of the сатудың ең oldest көне forms of түрлерінің бірі. sales. Бұл In қазіргі fact, заманғы технологиялық the компаниялар original бұл gig терминді economy танымал business еткенге дейін model before уақытты today's tech үнемдеуге companies негізделген made that түпнұсқа popular. бизнес үлгісі болды. When people Адамдар promote and sell өнімді products in пайдалану a personal тәжірибесіне setting сүйене based on отырып, their own experience өнімді of жеке benefiting ортада from using the жарнамалап products, сатса, it is бұл called тікелей сату direct деп sales. аталады. Және And олар when they сәтті make сатылым жасағанда, successful sales, олар they earn a комиссия алады. commission. Қазір дүние Now, жүзіндегі millions of миллиондаған people адамдар around the тікелей world сату have өз found direct бизнесін selling құрудың to be a тамаша great тәсілі way to екеніне build their сенімді. own business Өйткені because олар they don't have to операциялар, worry about тауарлық operations, материалдық құндылықтар inventory, және and other басқа да logistics. логистика туралы They just алаңдамау focus керек. on selling Олар the жай ғана products өз while the өнімдерін company they сатуға are назар аударады. associated with Ал олармен takes care байланысты of компания everything қалғанының else. бәріне Direct қамқорлық selling has a жасайды. Тікелей reputation сату for being a рецессияға төзімді recession-proof сала ретінде industry. беделге ие. This Бұл happens because экономикалық during дағдарыс times of кезінде economic crisis, жұмысынан айырылған people who have немесе lost their бизнесін jobs or have қысқартуға had to мәжбүр scale болған back адамдар other балама businesses табыс are мүмкіндіктерін looking for іздейтіндіктен alternate орын income алуда. Мен opportunities. 25 I've жылдан been in the астам direct selling тікелей industry сату for more than саласында 25 жұмыс years. істеп келемін. And I Және бұл love туралы бәрін everything жақсы about it. көремін. Міне, There are some жаңадан reasons бастаған why aspiring кәсіпкерлердің бұл entrepreneurs бизнесті find this соншалықты business тартымды деп so санауының attractive. бірнеше себептері. Low risk of business ownership. It takes Өте very аз little, капиталды if any, немесе capital бастапқы or шығындарды startup cost. қажет етеді. Бұл Flexibility. икемділікті қажет етеді. Individuals Адамдар choose қашан, when, қалай және how, қанша and жұмыс how істегісі much келетінін they want to өздері work. таңдайды. Сіз өнімділік үшін Performance ақы төлеуіңіз керек. The Неғұрлым greater your көп effort, тырыссаңыз, the greater табыс your earning әлеуетіңіз potential. соғұрлым жоғары болады. Training and Бұл mentorship. оқыту және тәлімгерлік. It offers a Бұл chance to тәжірибелі develop business көшбасшыларды тегін expertise оқыту, through free тәрбиелеу training and және education тәлімгерлік ету and арқылы mentoring by бизнес тәжірибеңізді experienced дамытуға leaders. мүмкіндік береді. Extra Бұл income. қосымша табыс. Әр Individuals адам set their өзінің own қаржылық financial мақсаттарын, goals, бизнес business жоспарын plan, және and даму pace. қарқынын өзі Now, белгілейді. this Бұл is қазір important. өте маңызды. So please Сондықтан pay careful өте мұқият attention. болыңыз. One of the Бұл main саланың challenges алдында this тұрған industry басты faces мәселелердің is a бірі lack of жалпы awareness жұртшылықтың about the business бизнес model үлгісі among туралы the хабардар general болмауы. public. Сіз тікелей You must have сатылымға heard terms қатысты like пирамида pyramid and схемасы Ponzi және schemes Банси when direct схемалары selling is сияқты mentioned. терминдер туралы естіген Even if you болуыңыз haven't, керек. it Сіз is мұны important for you to естімеген болсаңыз да, understand the заңды difference тікелей сату between a компаниясы legitimate мен direct selling пирамида company схемасы and a арасындағы pyramid айырмашылықты түсіну маңызды. Some Кейбір companies with компаниялар ill жаман intentions have taken ниетпен advantage жұртшылықтың of the general сенімін public пайдаланып, and have тікелей presented сату ретінде illegal жасырылған business opportunities заңсыз disguised бизнес as direct мүмкіндіктерін selling. ұсынды. These Мұндай types of типтегі companies компаниялар offer тез байып get-rich-quick кету schemes схемаларын and are ұсынады only және тек interested тез in ақша making табуға a fast және buck олар and ашылғанға quickly дейін moving алға on жылжуға before мүдделі. they are Өкінішке discovered. орай, мұндай Such компаниялар companies have бүкіл әлемде unfortunately көптеген left құрбандарға many әкеліп victims соқтырды around the world. және адамдар And өздерінің people have lost еңбекпен their тапқан hard-earned ақшаларын money. жоғалтты. That's Сондықтан why you need бір-бірінен to know қалай how ажыратуға to болатынын tell them. білу керек. Кнет The өтемақы Knet жоспары compensation IRS-ке plan біздің rewards өмір сүру IR for сапасын using, жақсартатын, sharing, эксклюзивті and өнімдерімізді facilitating the пайдаланғаны, sales of our таратқаны exclusive, және сатуға көмектескені үшін life-enhancing сыйақы береді. products. The more Сіз product және sales сіздің you and your командаңыз team неғұрлым generate, көп сатылым жасаса, қашан жалғыз болмайсыз. Once you Сіз register as an IRA IR, ретінде you will be тіркелгеннен provided кейін with сізге бизнесіңізді everything you жүргізу need to үшін help you manage қажет your нәрсенің business. бәрі беріледі. You will Сіз have Кнет access to the интернет Knet дүкеніне кіре e-store, аласыз. where Онда you will сіз find жақсы a өмір wide сүруге range of көмектесетін fantastic products фантастикалық and өнімдер мен services қызметтердің to help you кең live better. ауқымын таба аласыз. You will Сіз have access to өзіңіздің your own виртуалды virtual кеңсеңізге office қол where you жеткізе can find аласыз. sales Онда and сіз marketing сату tools, және маркетинг track your құралдарын sales таба аласыз, performance, and сату manage көрсеткіштерін your sales бақылай team. аласыз және You can сату also do тобыңызды all those басқара things аласыз. on your phone Мұның бәрін through the телефоныңызда Knet mobile Кнет app мобильді and қолданбасы және Б арқылы жасауға болады. Енді before we go өтемақы deeper жоспарының into the сипаттамасына compensation кіріспес plan, бұрын there are important есте сақтау керек words 3 you маңызды need to сөз бар. remember. Сіз оларды You will be жиі hearing them and естисіз using және them often оларды in your Кнеттің journey as a тәуелсіз Knet өкілі ретінде
де өз жұмысыңызда қолданасыз. Енді бастайық. Бизнес көлемін немесе BV-ді атаңыз. Бұл Knet өнімдерінің сатылымы туралы ақпаратты бөлшек тұтынушыларға және басқа ішкі кірістер қызметтеріне сәтті жіберу арқылы жинаған ұпайларыңыз. Сіз сондай-ақ Knet өнімдерін өзіңіз сатып алудан пайда табасыз. Олар әр қадамыңыз үшін апта
сайынғы комиссияларыңызды есептеу үшін пайдаланылады. Қайта сату ұпайлары немесе ЕРП, нет интернет дүкенінде қайта сату өнімдерін сатып алу немесе сатуды жеңілдету үшін жинаған ұпайларыңыз. Бұл әдетте біздің шығын материалдарымыз. Олар қайта сату комиссияларын есептеу үшін қолданылады. Кнетке тіркелгеннен кейін сіз бөлшек саудадан пайда таба аласыз. Бөлшек тұтынушыға кнет өнімдерін сатуды жеңілдеткен кезде сіз тұтынушы төлеген бөлшек сауда бағасы мен айра ретіндегі жеңілдік арасындағы айырмашылықты аласыз. Сіз сондай ақ тікелей жолдамаларыңыз арқылы бірінші сатып алудан бөлшек саудада пайда таба аласыз. Бөлшек тұтынушылар бұл кнет өнімдерін сатып алатын және бизнес мүмкіндігіне қатыспауды шешетін адамдар. Олар ішкі кірістер қызметінде тіркелмеген. Кнет өнімдерін жеке ұсынатын бөлшек сауда тұтынушылары неғұрлым көп болса, бөлшек саудадан соғұрлым көп пайда табасыз. Бұл қазір өте маңызды. Ақша табудың қалған 7 әдісімен ақша таппас бұрын алдымен біліктілікке ие болып, белсендіру керек. Ер мәртебесіне ие болу үшін бөлшек тұтынушыларға кнет өнімдерін сатуды жеңілдету немесе жеке пайдалануға арналған өнімдерді сатып алу қажет. Біліктілікке ие болғаннан кейін сізге келесі 3 жолдың кез келгенімен бизнесіңізді жандандыру қажет болады. Біріншіден, кем дегенде 2 бөлшек сатып алушыға жарамды өнімдерді сатуды жеңілдетіңіз. Екіншіден, жарамды өнімдерді бөлшек сатып алушыға сатуды және тікелей жолдаманы жеңілдетіңіз. Үшіншіден, жарамды өнімдерді кем дегенде 2 тікелей жолдамаға сатуды жеңілдетіңіз. Алғашқы 4 апта ішінде сатылымы азырақ, сату тобында кемінде 1000 фунт стерлинг алатын ішкі кірістер қызметінің жаңа қызметкерлері алғашқы мерзімінен бұрын төлеу бонусын алады. Бұл кестеде егер сатылымы төмен сатушы тіркелгеннен кейінгі алғашқы 6 апта ішінде өзінің BV тобын алса, оған екінші мерзімінен бұрын төлеу бонусы төленетіні түсіндіріледі. Сіздің сату көлемі аз, сату тобыңыз жинақталған, бизнесі аз сіздің командаңыз. Келесі қадам – комиссиялық сыйақы. Кнет өнімдерін бөлшек тұтынушыларға және немесе басқа ішкі кірістер қызметтеріне сатуға көмектескен кезде сіз тіп комиссияларын ала аласыз. Бұл қалай жұмыс істейді? Сіздің дәрежеңізге байланысты, сіздің сату тобыңыз аз сатылыммен қол жеткізген әрбір 3 қадамыңыз үшін комиссия аласыз. Әрбір комиссиялық аптаның соңында кнет сіздің сату топтарыңыздан жинаған комиссияларыңыздың жалпы сомасын анықтайды және сіздің белсенді жалақыңызға байланысты сізге бір қадам үшін комиссия төлейді. Атағы, сіз және сіздің командаңыз неғұрлым көп сатылымға үлес қоссаңыз, соғұрлым көп табыс табасыз. ЕРП жоспары арқылы IRS олардың жалақы деңгейіне байланысты ең көбі 10 деңгейге дейін жолдама желісінің бөлігі ретінде қайта сату ұпайларын жинайды. ЕРП қолма-қол ақшаға айналады және апта сайын төленеді. Сіз ЕРП, сіз қатарға көтеріле алмайсыз. Кнеттің өтемақы жоспары сізге ақша табуға, өсуге және өзіңізді қайталауға одан да керемет мүмкіндіктер береді. Кнетте сіз ұмтылуға және алға жылжуға болатын 7 дәреже бар. Сіздің дәрежеңіз неғұрлым жоғары болса, соғұрлым көп сату комиссиясын аласыз. Қола жұлдыздарды алу үшін әр қадам үшін $200 бастап, ең көп гауһар жұлдызды алғаннан кейін әр қадам үшін $325 дейін табыс таба алады. Виртуалды кеңседегі рейтингтік бақылау тақтасы Кнет желісіндегі табысыңыздың үлкен бөлігі болып табылады. Ол сізге қай жерде екеніңізді және келесі деңгейге өту үшін не істеу керектігін көрсетеді. Бұл сіздің қатарға көтерілуіңізге және табыс әлеуетіңізді арттыруға көмектесетін тамаша мотив. Марапатталыңыз. Тұрақты және сенімді бизнесті қамтамасыз ету үшін сіз және сіздің сату тобыңыз қол жеткізген табысыңызды сақтаңыз. Бұл сізге көбірек адамдарды қол жеткізуге болатын керемет артықшылықтарға жетелеуге көмектеседі. Өнімді сату. Гауһар жұлдыз немесе көк гауһар жұлдыз атағын 6 ай қатарынан сақтап, атағыңызды сақтап қалғаныңыз үшін бонус алыңыз. Гауһар жұлдыздар минус белгісімен $10 алады. Ал көк гауһар жұлдыздар минус белгісімен $30 алады. Кнеттің керемет жері, сізде жыл бойы марапаттар алуға көптеген мүмкіндіктер бар. Біз өнімді сатуды ынталандыру арқылы тамаша сыйақы алуға көмектесетін бірқатар жарнамалық акциялар мен ынталандыру бағдарламаларын өткізіп жатырмыз. Енді сіз Кнет арқылы табыс табудың көптеген жолдарын білетін болсаңыз, Кнетте бизнесіңізді қалай дұрыс құруға болатыны туралы сөйлесейік. Біздің Кнет Про бастамамыздың бір бөлігі ретінде біз барлық Кнет салық төлеушілерімізді ұзақ мерзімді перспективада табысты бизнес құруда
жүргізудің ең жақсы тәжірибелеріне үйретуге тырысамыз. Семестр. Осы бағдарлама арқылы біз те беделді және табысты бизнес иесі болу үшін қажетті кәсіби дағдыларды меңгеруге көмектесу үшін тренингтер, вебинарлар, әлеуметтік медиа науқандарын және өткіземіз. Кнет Проға қатысты барлық құралдарға қол жеткізу үшін кәсіби маркетинг бөліміндегі Кнет веб-сайтына өтіңіз. Ал енді қозғалыста өмір сүруді ұнататындар үшін Кнет мобильді қолданбасы қозғалыста бизнес жүргізуге арналған. Біз Кнет мобильді қолданбасында эксклюзивті оқу материалдарына және рейтингті көтеру және қолдау туралы мазмұнға қол жеткізуге мүмкіндік беретін сандық кітапхана жасадық. Келесі бейнеде мен сізге қайта сату жоспары мен рейтингті көтеру қалай жұмыс істейтінін айтып беремін. Бізбен бірге бол. Әзірше мен осы тренингтер сериясында қолданатын барлық презентацияларды Кнет мобильді қолданбасында орналасқан оқу зертханасынан жүктеп алуға болатынын есте сақтаңыз.